кейіннен бастайық. Барлығымызда өлең жолдарын бірге оқып шығайық. Оқып білім аламыз, біз көңілді баламыз. Математика пәнінде тапқыр алғыр боламыз. Жақсы балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы құрама есептер. Біз құрама есептермен өткен сабақта танысқан болатынбыз. Бүгін бізде қайталау сабағы. Сабағымыздың мақсаты екі амалдан тұратын есептерге талдау жасап, оларды шығаруды үйренеміз. Олай болса балалар, бірінші тапсырмаға назар аударайық. Бүгінгі сабақта бізде топтық жаттығулар болады. Тапсырмалар топтық ережелерді есіңізге түсіре кетейік. Бірінші ережеміз ол бір-біріміздің сөзін бөлмеу, кезекпен сөйлеу, сыпайы болу, бір-біріне көмектесу және ортақ шешім қабылдай білу. Жақсы балалар. Бірінші тапсырма. Алдарындағы есепті шығарып, шарттың жауабын жазамыз. Жылдам орындаймыз балалар. Амалдарды орындалу етін көрсетіп қойыңдар. Бірінші шаңырақ құрылды. Бірінші топ, екінші шаңырақ құрылды. Жақсы. Үшінші. Жақсы. Тамаша, енді бері қараймыз. Барлығымыз жауаптарымызды тексеріп шығайық. Балықтар. 83, дұрыс па? Жақсы, 3 сапалар. Құстар кімде? 100, дұрыс па? 3 сапалар. Жануарлар? 74, дұрыс па? 3 сапалар. Тамаша, бағалау парағымызға өзімізге бір-бір ұпай қойып аламыз. Келесі тапсырма балалар. Бірінші торда шартына кім оқып береді? Жарасқан оқып бере қойшы. Бірінші торда 14 түлкі бар. Ол екінші қарағанда 2 есе артық. Екі торда барлығы неше түлкі бар? Екінші асын оқып бере білмерейік. Бірінші торда 14 түлкі бар. Ол екіншісіне қарағанда 2 есе артық. Екі торда барлығы неше түлкі бар? Жақсы, енді балалар, астына 2 сұлба берілген. Осы сұлба қай есепке сәйкес келеді? Заңғар. Біріншіге. Бірінші сұлба. Есебіне? Екіншісіне. Жақсы. Ендеше дәптерімізге мына шартты жазып аламыз. Бірінші торда 14 түлкі, бұл 2 есе артық. Меңзерге көңіл бөлеміз. Екінші торда белгісіз. Бұл жерде неше сұрақ бар? 2 сұрақ бар. 2 сұрақ бар. 2 сұрақ болатын болса, бұл қандай есеп? Құрама есеп. Есептің шешуін кім айтып береді? Айбын. Шешуі бірінші амалы 14 бөлу 2 қосу 14 тең 21. Тең 21. Келсеңіз ба? Келсеңіз, тамаша. Жауабы қалай болады? Жауабы? Барлығы 2 торда 21 түлкі бар. Арқамызды түзетеміз балалар жазғанда, түзіп отырамыз. Жазып болды ма?
Жақсы. Жазып болсақ келесі тапсырмаға екінші есебін жазып алайық балалар. Екінші есебінің 3-тің асы. Шарты бірінші торда 4. Енді екінші торда белгісі 8 артық дейміз. Бірінші торда 4 жаңа, екінші торда белгісі 8 артық. Жазып қойыңдар. Шешу қалай болады? Жаңғар. 8 көбейту 4. Қосу 8. Балалар, қосаңызға 8-ді? Жаңа. Назарыңдарыңдаршы. Есе артық. Есе артық. Есепке болса не істейміз? Бөлеміз. Ендеше қараңдар. Қай торда артық болады? Екінші торда артық болады. Ендеше жақшаның ішіндегі 4 көбейтілген 8-ді бөлеміз нешеге? 4-ке бөлеміз. 4-ке бөлеміз. Қараңдар балалар. Жақшаның ішіне біз екінші торды табамыз да, екінші тордағы жаңақты біз бірінші тордағы жаңаттарға бөлеміз. Түсінікті ме? 4 қосу 8 бөлу 4. Тең болады неше? 3. Жарасқан? 3 болады. Değil mi? Жақсы балалар. Жауабы екінші торда 3 есе артық. Келесі тапсырма мен сендерге әр топқа мынандай пазл беремін қазір. Бер қараймыз. Пазл, оны білесіңдер, осыдан құрастырасыңдар және ішіндегі есепті шығарасыңдар. Оқулықты алсаңдар, бір-бірлерге бөліп жасаңдар. Оқулықты былай шетке ала тұрыңдар. Оқулықты шетке алыңдар да, пазлды жылдан құрастыра қойыңдар. Заңғар артқа бұрыламыз. Артқа бұрыламыз, заңғар. Бірлесіп қосайын жұмысты балалар. Құрастырамыз жылдан. Жоқ. Жоқ, ережесін ұмытпайық, не балалар? Бөліктемейміз, байлығыз бірге жұмыс жасаймыз. Міне, келді. Асайман бөлік өткіземіз. Шүкір деп ой. Это подойдет? Ножиками. Она ножиками. А мынау жоқ бізде. Бізде бір жоқ.